Сіздермен кино қалам. Алдыңғы ролигімде уәде бергенімдей, бүгін тағы да кәрістердің түсірген шедевріне кино шолу жасаймын. Фильм детектив жанрында түсірілген «Слепая» деп аталады. Полиция академиясында оқитын Минсуа есімді қыз өзінің бауырындай болып кеткен Дон Хён атты жігітті би жарысынан күштеп алып кетеді. Суаға бауырының биге қатысқаны ұнамайды. Бауыры қашып кетпек болғанда Суа оны ұстап алып, көлікке отырғызып қолын кісендеп тастайды. Екеуі көліктің ішінде дауласып келе жатқанда, бір көпірдің үстіне келіп, жол апатына ұшырайды. Суа көліктен ұшып кетеді де, жігіт болса, қолындағы кісенін шеше алмаған қалпы көліктің ішінде қалып қояды. Көлік көпірден құлап, Дон Хён мерт болады, ал Суаның сол апаттан көзі соқыр болып қалады. Арада 3 жыл өтеді. Суа өзінің итімен бірге полиция академиясына келеді. Суа академия басшысына оқуын жалғастырып полицей болғысы келетінін айтты. Бірақ басшысы оған кісенді орынсыз пайдаланып, полиция көлігін рұқсатсыз алдың деп, оны қайта қабылдаудан бас тартады. Теледидардан Джун есімді қыздың із-түссіз жоғалып кеткенін хабарлайды. Джунды зұлым кісі өлтіруші үйінде қинап ұстап отыр. Ауыр жарақаттар алған Джун кісі өлтіруші маньяктың үйінен қашып кетпекші болады, бірақ ол сәтсіздікке ұшырап ұсталып қалады. Суа анасының шақыртуымен балалар үйіне келеді. Анасы оған вибрация арқылы алдында тұрған заттың алыс жақынын анықтайтын бір құрылғы береді. Және қайтыс болған інісінің достары інісіне арнап би кешін ұйымдастырмақ екен. Соған Суаны да шақырған екен. Қыз інісінің өліміне өзін кінәлап, сол жерде ашуланып, көшеге шығып жаяу кетіп қалады. Көшеде қатты жаңбыр жауып тұр. Қыз болса бір автобус аялдамасына келіп, такси шақырады. Біраз уақыттан соң оның жанына бір көлік келіп тоқтайды. Жүргізуші такси екенін айтып, қызды жеткізіп тастаймын деп, көлігіне отырғызып алады. Қыз көліктен антисептиктің иісін сезіп, көліктің терезесін ашады. Жүргізуші сыртта жауын екенін айтып, жабуын өтінеді, және су болған қызға сүртінуге майлық ұсынып, жылынып ал деп бір кофе береді. Суа кофені ішпей қолына ұстап отырады. Оны көрген жүргізуші кофені ашып беріп, іштірмекші болып артқа қарай бұрылады. Бұрылғаны сол еді, кенеттен көлік жол бойында бір қызды соғады. Жүргізуші дереу тоқтап, соққан қызды көліктің артқы жүк салғышына салады. Ал көзі көрмейтін Суаға итті қақтым деп айтады. Бұрын полиция академиясында оқыған Суа күдіктеніп, оған сене қоймайды. Қалтасынан ұялы телефонын алып, полицияға хабарласпақшы болғанда, жүргізуші оны күштеп көлікке отырғыза бастайды. Сол кезде қарсы бағыттан басқа бір көлік келе қалады. Оны көрген жүргізуші тез арада көлігіне отырып қашып кетеді. Ол өзі соққан қызды үйінің жертөлесіне алып кіреді. Ол жерде жоғалған Джунның мәйіті жатыр. Бұл жүргізуші нағыз кісі өлтірушінің өзі болып шығады. Қарсы бағыттан келген көліктің жүргізушісі мен Суа полиция бөлімшесіне барып түсініктеме береді. Бұл істі Джо есімді детективке тапсырады. Джо жалғыз куәгердің көзі көрмейтінін білгеннен кейін бұл істі алғысы келмейді. Бірақ тергеу кезінде Суа оны таң қалдырады. Суа соқыр болса да өте қырағы болып шығады. Ол жүргізушінің шамамен 40-45 екенін, бой мөлшері 175 см, шымыр денелі және оң қолында сағаты бар. Демек, солақай екенін айтады. Осыны естіген детектив Джо қатты таң қалып, не болғанын барлығын айтуын өтінеді. Қыз айта бастайды. Сол түні ол такси итті қағуы мүмкін емес дейді. Себебі көлікке келген зақым тым үлкен. Ит қақса олай болмайтынын айтады. Соққан адамы көліктің алдыңғы әйнегін шытынатып, көліктің үстінде тұрған такси белгісін сындырған. Ол қыздың көре алмайтындығын пайдаланып, айғақтан құтылу үшін тез арада қыздың денесін жүксалғышқа салады. Және көліктен антисептиктің иісі шыққанын да айтып береді. Осы сәтте мотоцикл мінген Кисоп есімді жас курьер полицияның жарнама баннерін көріп қалады. Ол жерде сол түні қызды қаққан адам жайлы қандай да бір ақпарат беретін куәгер табылса, соған қомақты сыйақы табыстайтыны айтылған. Кисоп бірден полиция бөлімшесіне барып, детектив Джоға сол күні қаққан көлік такси емес, басқа шетелдік көлік дейді. Ал Суа болса оны такси екенін қайталайды. Джо кімге сенерін білмей басы әбден қатады. Сол кезде қыз курьер жігітті ақша үшін жалған ақпарат беріп тұр деп айыптайды. Джо да оған көніп, жігітті бөлімшеден қуып шығады. Кісі өлтіруші жігіт болса, түнгі клубтың алдына келіп, тағы да бір қызды көлігіне салып алып кетеді. Суа бұрынғы өзінің оқыған криминалдық психология жайлы кітаптарын ашып қайта оқи бастайды. Осы кезде оған кісі өлтіруші қоңырау шалып, үндемей тұтқаны қоя салады. Ертеңінде Джо мен Суа қылмыскерді табу мақсатында қаладағы таксопарктарды тексере бастайды. Олар ол жерден алды соғылған көліктердің барлығын қарайды. Курьер Кисоп полицейлер өзін өтірікші деп атағаны үшін ашуланып, олардың жарнамалық баннерін шимайлап бояп тастайды. Оның істегендерінің барлығын сыртынан бақылап отырған кісі өлтіруші курьердің соңына түсіп аңдиды. Джо мен Суа көліктен келе жатқанда, Суа сол түні отырған көлігінің кузовы хэтчбек екенін айтады. Джо болса, хэтчбек кузовында қызмет көрсететін такси болмайтынын айтты. Сосын детектив бірден Кисопқа қоңырау шалады, бірақ ала алмайды.
Кийсоп болса телефонмен өзінің танысына сол күні көргендерін айтып келеді. Сол күні түнде ол оқиға орнына жақын жерде болып, бәрін көрген екен. Қызды қаққан такси қызмет емес, Peugeot маркасындағы қара түсті көлік болып шығады. Ал артынан аңдып жүрген кісі өлтіруші осы әңгіменің бәрін тыңдайды. Кенет Кийсоп артынан бөгде біреудің аңдып жүргенін сезіп, қаша жөнеледі. Кісі өлтіруші оны қуып жетіп, басынан кірпішпен ұрып, қашып кетеді. Сол жердің тұрғындарының бірі сыртқа шығып қоқыс тастамақшы болғанда Кийсопты байқап қояды. Жігітті жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізіп, ол аман қалады. Суа мен Джо ауруханада кофе ішіп сөйлесіп отырғанда, Суа қылмыскердің оған кофе сұнғанын айтады. Оны естіген Джо қылмыскердің жай ғана кісі өлтіруші емес, сериялық кісі өлтіруші екенін түсінеді. Яғни бірнеше адам өлтіруші. Сериялық кісі өлтіруші өзінің құрбандарына дәрі салынған кофе беріп ұйықтатады да, үйіне алып кетіп отырған. Және соңғы кезде жоғалған қыздардың барлығы да сол маньяктың ісі деп болжайды. Ол осы болжамдарының барлығын бастығына барып айтады, бірақ бастығы оған сенбейді. Суа үйінде жатқанда оған тағы белгісіз нөмермен біреу хабарласады. Алса ол кісі өлтіруші екен. Және қылмыскер оны үнемі аңдып жүргенін айтып, курьер жігіт екеуін аман қалдырмаймын деп тұтқаны қояды. Суа дереу детективке қоңырау шалып, ала алмайды. Ол кідірместен Кийсопқа ауруханаға барады. Ауруханаға барса, Кийсоп достарымен бірге ауруханадан шығайын деп жатыр екен. Суа оған қауіп төніп тұрғанын айтып, ешқайда шықпауын өтінеді. Осы сәтте аурухананың дәлізінде кісі өлтіруші де отыр екен. Кийсоп Суаны тыңдамай, ауруханадан шығып, метро станциясына түсіп, достарымен бірге кезекті пойызды күтеді. Ол күтіп отырғанда қарсы бағытта вагонда отырып жатқан Суаны көреді. Кенет Суаның артынан сол вагонға отырып жатқан қылмыскерді де көріп қалады. Ол дереу метродан шығып, Суа бара жатқан бағыттағы станцияға жүгіре жөнеледі. Жолай Суаға бейне қоңыраумен телефон шалып, вагонның ішін көрсетуін сұрайды. Вагонның ішінде дәл өзіне қарама-қарсы кісі өлтіруші отыр екен. Кийсоп оған келесі станциядан түсіп қал дейді. Суа метро тоқтағанда шығады да қаша жөнеледі. Маньяк артынан қуалайды. Кийсоп болса Суаға телефон арқылы қай жаққа қашу керектігін айтып тұр. Қыз қашып жүріп метроның лифтісіне кіреді, бірақ қылмыскер де кіріп үлгереді. Қылмыскер қызға укол салып ұйықтатқаны сол еді. Қыздың иті қылмыскерді талай бастайды. Қылмыскер болса итті пышақтап тастайды. Сол сәтте лифт жоғары көтеріліп кетіп, қыз құтылып кетеді. Суаны ауруханаға жеткізеді. Детектив Джо Суаға салған укол тек медициналық мекемелерде ғана қолданатынын білді. Кісі өлтіруші медициналық қызметкер екенін түсінген Джо барлық полицейлермен бірге қаланың ауруханалары мен жеке клиникаларын тергей бастайды. Және Кийсоп та сол түні қаққан көлік Peugeot маркасындағы көлік екенін интернеттен тауып айтады. Детектив Джо Суа мен Кийсоптың қауіпсіздігін ойлап, оларға бір полицейді қосып, Суаның анасы жұмыс істейтін балалар үйіне жібереді. Ал кісі өлтіруші маньяк бір жеке клиникада кезекті операциясын бастап жатыр. Кісі өлтіруші дәрігер болып шығады. Детектив Джо бастаған полицейлер жасағы қаладағы барлық Peugeot маркасындағы көліктерді тоқтатып тексереді. Әсіресе медициналық мекемелерді қатты тексереді. Сондай мекемелердің бірінің тұрағынан Джо ұқсас көлікті тауып, оны тексере бастайды. Сол сәтте оның жанына қылмыскер келе қалады. Джо одан мына көлік сенікі ме деп сұрайды. Ол дәл қасында тұрған көлік соныкі екенін айтып, отырып кетпекші болғанда, Джо күдіктеніп оған сұрақ қоя бастайды. Кенет Джо қылмыскердің оң қолындағы сағатты көріп қалады да, алдында тұрған іздеген адам екенін түсінеді. Өзінің әшкереленіп қалғанын білген қылмыскер көліктен түсіп, Джоға тап береді. Екеуі төбелесе бастайды. Бір сәтте қылмыскер Джоны медициналық пышағымен мойын тұсынан салады. Джо қансырап жерге құлайды. Қылмыскер Джоның телефонынан алып, оның атынан Кийсопқа қайдасыңдар деп жазады. Ойында ештеңе жоқ. Кийсоп оған балалар үйіндеміз деп жауап береді. Кісі өлтіруші балалар үйіне барып, Суа мен Кийсопты қорғап жүрген полицейді өлтіріп, балалар үйінің ішіне кіреді. Маньяк Суаны тауып алады. Оған жақындай бергенде Кийсоп келе қалып, қылмыскерге тап беріп, Суаға қаш дейді. Қылмыскер Кийсоптың бүйіріне пышақ салып құлатып, Суаға қарай беттейді. Суа қашып жүріп, қылмыскерді тұзаққа түсіріп, бір бөлмеге қамап кетеді. Суа жерде жатқан Кийсопқа келіп, оны сүйреп бір бөлмеге апарады да, өзі қоймаға барып кіріп кетеді. Сол сәтте кісі өлтіруші де бөлмеден шығып, Суаға қарай жүгіріп келеді. Қыз қоймаға маньяк кірген сәтінде, оның үстіне қоймадағы бензинді шашып, қолындағы сіріңкесімен оны өртеп, өзі қаша жөнеледі. Қылмыскер үстіндегі отты сөндіріп, Суаны қуып жетіп алып, ұрып құлатады. Қыздың қолын байлап тастап, оны зорламақ болғанда, Кийсоп келіп, оның шүйдесінен бір затпен ұрып құлатады. Екеуі сыртқа қарай қашады. Маньяк оларды сыртта қуып жетіп, Кийсопты соққының астына салады. Ол содан кейін Суаға қарай пышағын ала жүгіреді. Суа болса, жерден кірпіш тауып алып, қолына анасы берген вибрация арқылы жұмыс істейтін құрылғыны пайдаланып, қылмыскердің жақындауын күтеді. Қылмыскер жақындап Суаны өлтірмекші болғанда, қыз оның басынан кірпішпен ұрып талдырады. Осы сәтте оқиға орнына полицейлер де келеді. Арада бір жыл өтеді. Суа дегеніне жетіп, полиция академиясын тәмамдап, полицей болады.
Исоп пен Суоның анасы оны құттықтап тұрған сәтінде фильм аяқталады. Достар, Слепая фильмі жайлы сіздердің ойларыңыз қалай? Киношолу ұнады ма? Жалпы осындай жанр қалай сіздерге? Мен өзім детектив жанрын жақсы көргендіктен киношолуларым осындай фильмдер болып жатыр. Маған сіздердің пікірлеріңіз керек болып тұр. Осындай жанрда жалғастыра берейін бе, әлде арасында комедия байбек салып отырайын ба? Пікірлеріңізді күтемін, достар. Келесі киношолуымда тағы да бір керемет детектив фильмini жасамақшымын. Жіберіп алмас үшін тіркеліп қойыңыздар. Сау, сәлеметте.